Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 7-ші Қазэнерджи Евразиялық форумы басталды. Биылғы форумның басты тақырыбы өзгерістер торабындағы әлем. Тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру болды. Энергетикалық индустрияны дамыту мақсатында елордада халықаралық ірі энергетикалық ұйымдардың басшылары, ресми тұлғалар, отандық және шетелдік компания жетекшілері, әлемдік деңгейдегі беделді сарапшылар өкілдері жиналды. Энергетика көшбасшылары бүгін Астанада өткен форумда ел алдында тұрған бір қатар өзекті мәселелерді талқыға салды. Энергетика саласының алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі жекелеген мұнай кәсіпкерлерінің ғана емес, сондай-ақ миллиардтаған қарапайым тұтынушылардың жағдайын жасауды ойластыру керек екендігі де тілге тиек етілді. Бүкіл әлемнің теңесіп даму үшін 5-6 есе энергия қуаты жетпейді. Болжам бойынша 2020 жылы энергияны тұтынушылар саны 75%-дан аспақ, ал 2030 жылға дейін 1 миллиард астам халық энергия көзін көрмейді. Айта кетейік, биылғы форум тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру мәселесіне арналып отыр. Осыған орай шағын және кеңейтілген мәжілістерде бүгінгі энергетика саласының негізгі мақсат міндеттері талқыланып, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы Қазақстанның орны мен рөлі қаралды. По-прежнему приоритет. Бүгінгі өткізіп жатқан форум өте маңызды. Қазэнерджи Евразиялық форумы энергетикалық сала алдында тұрған өткір мәселелерді талқылауға арналған халықаралық диалогтық алаң болып табылады. Біздің жаһандық энергетикалық қауіпсіздік күштеуге бағытталған халықаралық бастамаларға толық көлемде себепті болуға ниеттіміз. Сондай-ақ форум барысында Еуразияның энергетикалық геосаясаты, қауіп-қатерлер мен жаңа көкжиектер, Қазақстандағы газ секторын дамыту мәселелері де талқыға салынды. Мы ожидаем, что Қазэнерджи Евразиялық форум өзара сенімді күшейту ісіне өмірге бейім шешім шығару, жаһандық энергетикалық қауіпсіздік қамтамасыз етудің бірыңғай және дер кезінде халықаралық қағидаттарды құруға қызмет ететініне сенімдімін. Форумға қатысушы сарапшы мамандардың сөзінше, энергетикалық дағдарыстан шығу үшін жыл сайын 2030 жылға дейін 50 миллиард доллар көлемінде инвестиция құю керек. Әлемдік экономиканы дамыту, энергетика саласының даму болашағы ертеңгі форумда өз жалғасын таппақ. Гүлжан Серік, Ербол Темірханов, СТВ телеарнасы.